Сәлем достар, менің атым Әсел. Бүгін біз past continuous жағын өтетін боламыз. Ондай болса, кеттік. Past continuous, aka past progressive. Яғни past continuous деген ол past progressive деген сөз. Екеуі негізі бір нәрсе. Мысалы, кейбір кітаптарда сіз past continuous деп көресіздер, кейбір кітаптарда past progressive деп көресіздер. Мен өзім көбінесе past continuous деп айтқанды ұнатамын. Бұл жерде continuous пен progressive деген бір мағына білдіреді. Яғни созылыңқы, созылмалы деген сөзді білдіреді. Олай болса, біз егер дайын болсаңыздар, дәптер, қаламдарыңызды алыңыздар, ал бастайық. Окей, past деген бізде бұл өткен деген сөз, өткен шақ, ал continuous немесе progressive деген ол бізде бағанағы айтқандай созылыңқы немесе созылмалы дедік, Жалпы бұл жерде to continue деген етістіктен шығып тұр. Continuous деген сөз. To continue деген сөз ол бір нәрсенің жалғасу, яғни іс-әрекет жалғастыру деген сөз. Жалғастыру. Мысалы, біз айтамыз ғой, please continue. Өтініш жалғастыра бер деген сияқты, Демек, past continuous деген сөз ол өткен шақта белгілі бір уақытта бір іс-әрекеттің созылуын немесе жалғасуын білдіреді. Мысал келтірейін, сол кезде түсінікті болады, Окей. Мысал айтайық, кеше мен 6:30-да футбол ойнап жаттым. Кешкі 6:30-да футбол ойнап жаттым. Бұл жерде ойнап жаттым деген сөз ол past continuous-та тұр. Жазайық ағылшыншасын. Yesterday at 6:30 p.m. I was playing football. Яғни кеше сағат 6:30-да мен футбол ойнап жаттым. Бұл жерде I деген бұл мен, subject болып тұр. Was playing деген сөз ойнап жаттым, past continuous болып тұр. Демек, біз осы сөйлемге қарап past continuous-тың формуласын құрастыру жолын жаза аламыз, Яғни subject бұл бізде зат есім. Мен, сен, ол, адамдар, мысық, ит деген секілді. Subject қосылған was немесе were, қосылған verb, оны V деп жазамын, қосылған ing. Яғни verb деген бұл жерде бізде етістік болып тұр, Және ing бұл бізде жалғау, етістікке жалғанатын бір жалғау. Окей. Сонда I was playing football деп тұр. Окей. Енді қараңыздар. Түсінікті болу үшін мен сіздерге осындай бір сурет салайын. Суретке түсінікті болады. Міне. Now бізде қазіргі болып жатқан нәрселер, Now. Немесе present деп жазайық. Present simple деген естеріңізде ме? Осы шақ деген. Ал мынау бізде future келер шақ, болашақта болатын нәрселер және мынау өткен шақ, past. Окей. Енді біз сіздермен осы сабақта past continuous айтып жатырмыз ғой. Демек, біз осы өткен шақты қарастыруымыз керек. Осыны енді қарап шығайық, осы past'ты. Қараңыздар, бұл жерде бізде мынау да past дейік, мынау да past, және мынау да past, қазір түсіндіремін. Және осының бәрі кеше болған нәрсе деп жазайық, yesterday, біздің мысалымызға қарай, Мына жақта біз сағат айтайық 6 кешкі, мына жерде сағат 7 болып тұр, және мына ортадағы 6:30 дейік. Біз достарымызбен сағат 6-да кездесеміз деп келістік, және 7-ге дейін ойнаймыз дедік, мысалы. Енді қараңыздар, бұл жерде 6:30-да, мысалы біз 6-да кездестік, киімімізді киіп алдық та, және ойынға шықтық. Мына 6:30-да ойын кәдімгідей қызып жатыр. Демек, бұл жерде бұл жаңағы бір іс-әрекет болып тұр ғой, өткен шақтағы, соның жалғасып жатқан айтып тұр да, созылып жатқан жаңағы. 6:30-да біз ойнап жаттық деген секілді. Окей? Сонда мен былай жазам, I was playing football at 6:30 p.m. yesterday. Дұрыс па? Міне, осы кезде. Ойын әбден қызып жатқан кезде.
Окей. Енді қараңыздар. Структураны қарадық біз жаңа, иә? Структураны қараған кезде бізде subject қосылған was, were, қосылған verb, қосылған ing дедік. Осы ing деген ол ing болып оқылмайды, ың болып оқылады. Қазақша кәдімгідей ың әріпі бар ғой, сол секілді оқылады. Көбісі осыны шатастырады, жаңағы ing деп оқиды. Мысалы, playing, studying, learning, swimming деп. Бұл жерде біз ың деп айтамыз, playing, swimming деген секілді. Және was дегенді біз есімше зат есіммен қолданамыз. Ал were деген бізде көпше. Ол не деген сөз? Мысалға айтайық, I was playing дедім ғой, мен жалғыз өзім. Бұл жерде бұл есімше зат есім болып тұр, сол үшін was'ды қолданып тұрмын. Ал егерге біз ойнадық десек, we were playing болып кетеді. Яғни we were болып кетеді. Өйткені көпше түрде тұр. We деген, біз were playing football. Окей. Енді бұл жерде ең маңызды нәрсе жаңағы past simple мен past continuous'ты шатастырып алмау. Ол үшін past simple дегенді сіз білмейтін болсаңыз, немесе ұмытып қалған болсаңыз, мына жерде бір жерге қойып қоямын өзімнің алдыңғы видеомды, соны басып past simple'ды көрсеңіздер болады. Немесе осы видеоның астына сипаттама жақта тастап кетемін, сілтемесін. Сол арқылы да көрсеңіздер болады. Okay, so let's continue. Жалғастырайық. Сөйлемдегі үш жағдайын қарастырайық осы past continuous'тың. Ол болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдер. Сонымен болымды деген ол бізде көбінесе positive sentence, болымсыз ол көбінесе negative sentence, сұраулы ол бізде interrogative деп айтамыз, немесе question sentence. Окей. Енді структурасын қайттан жазып шығайық. Формуласы бізде I дедік. Мысалы қосылған was, қосылған verb, қосылған ing. Ал егерге you, we, they болатын болса, ол кезде біз көпше түрін қолданамыз дедік, яғни were, қосылған verb, қосылған ing. Ал егер he, she, it болатын болса, all деген сөз, ол кезде бізде was, қосылған verb, қосылған ing. Окей. Мысал келтірейік. Мысал айтайық, сіз досыңызбен бірге пикникке барыңыз келді. Кеше дейік, бірақ жаңбыр жауып кетті. Сонымен сіз бармай қалдыңыздар. Сосын анаңыз сұрайды, айтпақшы сен кеше осы жаңағы досыңмен бірге бардың ба пикникқа деп сұрайды. Жоқ, мен барған жоқпын, себебі жаңбыр жауып жатты кеше. Демек, бұл жерде біз былай айтамыз. It was raining. It was raining, кеше жаңбыр жауып жатты, сол үшін біз пикникке бармадық. So, we didn't go on a picnic. So, we didn't go on a picnic. Яғни, we didn't go on a picnic деген бұл жерде past simple болып тұр, ал it was raining деген бұл жерде бізде past continuous болып тұр. Яғни, өткен шақта белгілі бір істің созылып тұрғанын, жалғастырғанын айтамыз. It was raining, процесс. Енді болымсызды қарайтын болсақ, біздің формуламыз дәл осындай болады структура, бірақ not деген сөзді қосамыз, жай ғана. Яғни subject қосылған was, немесе were, қосылған not, және қосылған verb, қосылған ing. Қысқартсақ та болады. Мысалы, was, were, қосылған notты wasn't деуге болады. Қысқартып, немесе weren't деуге болады. Мысалы, жаңбыр жауып жатқан жоқ еді, ол кезде біз қалай айтамыз? It wasn't raining. It wasn't raining. Окей. Енді сұраулы сөйлем болатын болса, бізде was, were деген көмекші етістіктер алдыға кетеді. Was, were, қосылған subject, қосылған verb, қосылған ing. Мысалы, жаңбыр жауып жатты ма? Was it raining? Мысалы, yes, it was. Жаңбыр жауып жатты. Yes, it was. Немесе, no, it wasn't. Жоқ, жауып жатқан жоқ. Жауап берген кезде біз қысқаша жауап береміз. Яғни, yes, it was raining емес. Немесе, no, it wasn't raining емес. Жай ғана, yes, it was
немесе no, it wasn't. Окей. Тағы бір мысалдар қарап шығайық, иә? Мысалы, Әсел was reading a book all Monday. Яғни бұл не деген сөз? Әсел дүйсенбі бойы кітап оқыды, иә? Бұл жерде қараңыздар. Was reading деген past continuous болып тұр. Кім? Әсел. Әсел бізде subject. Мына жерде was, ал read деген бізде етістік болып тұр, иә? Сосын оған ing жалғауы қосылып тұр. Book деген бұл бізде толықтауыш. Енді осы жерде қараңыздар, мына all Monday деген ол негізі біздің жаңағы осы past continuous қолдануымыз керек екен білдіріп тұр. Қалай білдіріп тұр? Себебі бұл жерде осындай бір мезгіл бағыныңқылар бар да, мысалы all Monday немесе жаңа whole day деген секілді. Егер мысалы жай ғана айтайық Әсел was reading a book десек, біраз түсініксіз болып қалады, иә? Ал егер all Monday десек, бұл жерде біз айтып тұрмыз, яғни дүйсенбі бойы оқыды. Окей? Енді келесі мысал. Енді айтайық бір адам емес, екі адам дейік. Аружан and Әсел were cooking the whole day. Бұл жерде Аружан and Әсел деп тұрмыз, яғни екі адам. Демек, бұл көпше зат есім, дұрыс па? Аружан and Әсел. Сол үшін біз бұл жерде were қолданып тұрмыз. Were деген көмекші етістікті қолданып тұрмыз. Were cooking the whole day. Окей. Яғни Аружан мен Әсел күні бойы тамақ дайындап жатты, иә? Бірдеңені пісіріп жатты, мысалы. Бұл жерде whole day деген бұл мезгіл немесе уақыт бағыныңқысы болып тұр. Сол үшін бізге көмектесіп тұр. Бұл continuous екен білдіріп тұр. Жарай ма? Енді келесі мысал. Бұл мысалдарды жазу арқылы сіздер жаңағы past continuous'тың қай кезде қолданатын түсінесіздер, және де қандай мезгіл немесе уақыт бағынқыларды қолдануға болатын түсінесіздер. Мысалы тағы I was sleeping while my sister was watching TV. Окей. Мен ұйықтап жатқан кезде әпкем теледидар көріп жатты деген сөз. Демек, бұл жерде біздің мезгіл бағыныңқы бұл while деген сөз болып тұр. While. Окей? Ал енді жаңағы құрастыру жолдарын сіздер түсініп деген ойдам. Бұл жерде I деген subject болып тұр. Was sleeping. Және my sister was watching. Окей. Енді қараңыздар. While дегенді біз қай кезде қолданамыз? While дегенді бір екі іс әрекет өткен шақта бір уақытта созылып жатқан кезде айтамыз. Өткені мен ұйықтап жаттым, я, и параллельно менің әпкем ол теледидар көріп жатты. Көрдіңіздер ме? Екі іс әрекет бір уақытта болып жатыр өткен шақта. Яғни бір процессті айтып тұрмыз. Сол кезде біз while деген сөзді қолданамыз. Енді бұл жақта біз while деген сөзді кезде деп аударсақ болады. Мысалы, мен ұйықтап жатқан кезде, я, әпкем теледидар көріп жатты. Ал енді соңғы мысал. I was sleeping when my mom called me yesterday деп қоса салайық. Бұл не деген сөз? Кеше анам маған телефон шалған кезде мен ұйықтап жаттым. Окей. Енді бұл жерде I subject was sleeping, мен ұйықтап жаттым. When, бізде бұл уақыт немесе мезгіл бағыныңқысы. My mom, бұл жерде subject, я, сәтесім called me yesterday. Окей, called деген бұл жерде байқап тұрғандарыңыздай past simple болып тұр, өткен шақ болып тұр, я. Немесе verb to, verb қосылған ed болып тұр бұл жерде, өткен шақта. Жалпы when деген ол қашан деп аударылады, бірақ бұл сөйлемде біз бір іс әрекеттің жаңағы созылмалы бір іс әрекетті басқа бір қысқа әрекет
бөліп жіберген кезде қолданып тұрмыз. Иә? Бұл жерде қараңыздар, созымалы бір іс-әрекет, ол жаңағы менің ұйықтап жатқаным болып тұр, иә? I was sleeping. Ал my mom called me деген сөз, мен анам телефон шалды деген сөз, бұл жерде бұл бір қысқа бір іс-әрекет, жаңағы ұйықтап жатқан әрекетті бөліп жіберді. Сол кезде біз осы past continuous'ты қолданады екенбіз. Достар, сонымен сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қазір мен осы видеода сіздерге тапсырманы қойып қоямын. Өзіңіз пауза басып қарап істеп шықсаңыздар болады дәптерге. Сосын жауаптары да осы видеоның соңында болады. Бәріне сәттілік. Bye!